hoş geldiniz. Okul kurallarında alındı. Bugün biz salarımızda da tumar açısını faydalanamız. Algarında tuman tumarda 5 sezim müşkesinin kışı var. Göz, kulak, alakan, murun және сипап сезуге. Енді бұл тұмар дегенді білесіңдер иә, қазақта ерекше тұмарға ерекше мән берген иә. Ежелден күш беруші, қорғаушы, мысалы көзің арқылы байқампаз болып бүгінгі сабақта, құлағың арқылы мұқият тыңдап, мұрның арқылы қызығушылықпен зерттеп, терің арқылы тәжірибе жасап, тілің арқылы өзіңнің біліміңді дәлелдеп шығатын боласыңдар. Енді қазір сіздер бір тұмар алып, жақсы тілектер айтып бүгінгі сабаққа, достарыңызға тұмар сыйлаңыздар. Келе қойды. Бір таңдап алыңыздар. Тақпай досыңызға тағамыз, иә? Тілек айтыңдар бірін, иә? Айта қойыңдар, тілек айта қойыңдар. Қандай тілек айта қойыңдар? Тұмар аңсап, тілек әкесі, бүгінгі сабаққа. Даусымыз шығарыңыз. Опа, менің сабақта белсенді. Білімді бол деп, білім ал, көп білім ал деген сияқты. Сабақта жақсы баға. Және сабағын Айзға саған болтыңған сәттілік әкесі. Жақсы, отырамыз. Балалар көптен қатар, біз сабағымызға мұғалім бағалайтын болады сіздерді, досыңызды бағалайтын боласыздар, топ жетекшісі бағалайтын болады сіздерді. Бұнда да тұмар әдісін қолданамыз, иә? Сіздердің әр жетістіктеріңіз осы тұмар арқылы есептелетін болады. Енді келесі бізде үй тапсырмасы болады, иә балалар? Үйге не тапсырма бердіңіз? Үйге не тапсырма? Үйді безінің қызметі және оларға байланысқан болады. Иә, жасайтасыңдар. Үйге біз осы тапсырманы оқып келдіңдер ма? Бұл біз үй тапсырмасын дуал платформасында сәйкестендіру тапсырмасын орындау арқылы тексеретін боламыз қазір. Қазір сәйкестендіру тапсырмасы басталғанда бір-бірден біз енді 10 оқушымыз ғой. 10 оқушы бір-бірден келіп белгілеулеріміз болады. Иә? Жұмыс кездері тестостерондардың біледі, өте дұрысының келді. Сүйекқа тәуелді тироксин гормоны өте дұрыс жанады. Басқару, оқи ғой. Оқы кетші өзі. Дұрыс айтасың, е. Оқы кетші. Гиперфункцияға жауапты акромегалия. Жоқ, жауапты емес. Гиперакромегалия деген ауру, иә? Гиперфункция нәтижесінде болады, иә? Яғни гормон көп бөлінсе болады деген сөз бұл қазір. Өте дұрыс. Тироксин көп бөлінсе базада қалады. Стресстік гормондар бөлінеді. Иә. Метаболизмді қалқанша безі. Иә. Қалқанша безі ретке дейді. Актив дейді. қалған шаманы безі ағзадағы кальцияны дейді. Иә. Қалқан шаманы безі. Денеске жауапты. Аяққа жауапты аяқша безі. Өте дұрыс. Жақсы балалар. Үй тапсырмасы
Жумасың жақсы дайындалып келген екенсіңдер. Жаңа сабағымыз бар біздің, иә, білесіңдер. Жаңа сабақты бастамас бұрын мен сіздерге мынандай не ұсынбақшымын, иә, тапсырма ұсынбақшымын. Мынау қара жәшік, иә, қара жәшік деген құпия жәшік деген сөз, иә. Оның ішінде не барын білмейсіңдер сендер, иә. Енді қазір не барын білу үшін біз бір оқушы шықса, кім шығады екен? Бір оқушы шықса. Кім шығады екен? Бір оқушы. Жүре, ұлпан. Көзіңді жұм, қатты жұм, ашпай, иә? Ашпай дейсің, иә? Ішіне қарай ғой, не? Қарамаңыз, өй! Ұлпан, көріп қойды сен отыра ғой. Басқа біреу келсін. Ұлпан көріп қойды. Көз жұма алмайды екенсіңдер. Былай істеймін. Не бар екен қара жәшіктің ішінде? Ал бастаймын. Иә, көзіңіз, бірақ та басқа сезім мүшелерімен көруге болады. Не бұл? Қарамаймыз. Мандарин. Оны қайдан білді мандарин екенін? Сырты? Сыртынан білдің, иә? Тереңдеп. Қандай сезім мүшем көмектесті мандарин екенін анықтауға? Қол, иә, қолдағы рецепторларымыз көмектесті. Сосын иіскеп көруге бола ма? Болады ғой, мұрныңды пайдалансашы, иіскеп көрсеші. Иісі бар ма? Иіскеп көр. Иіскеп көр, иә. Иісі бар ма? Иә, бар иісі. Сонда біз қандай сезім мүшелерімізді пайдаланып таптық көрмей? Сипап сезу, қолымыз, сосын мұрнымыз арқылы біз қара жәшіктегі затты таптық. Жақсы отырамыз. Бестау болды. Жарайды балалар, бүгінгі сабағымыз адам денесінің рецепторлары номер 14-ші зертханалық жұмыс. Бұл зертханалық жұмыста біз терінің сезімталдығын зерттейтін боламыз. Жазып алдық па балалар? Сабағымыздың мақсаты терінің сезімталдығын зерттеу жұмысы арқылы. Енді сіздерге мынадай тапсырма, сіздерде ол параграф бізде кітаптарында 43-ші параграф, соны аша қойыңдар. Мен қазір мынадай тапсырма беремін, бізде мынадай жаңа сөздер бар бүгінгі сабақта кездесетін. Терморецепторлар, терморецепторлар. Сіздерге берейін, топтың аты болсын терморецепторлар. Сіздер қазір бірінші 2 минут уақыт берейін, терморецептор туралы не екенін, термин сөздің не екенін маған айтып бересіздер, бағаларға айтып бересіздер. Екінші механорецепторлар деген не екенін, сіздердің топтарыңыз солай болсын. Ноцецепторлар деген не екенін, балалар біз былай істейікші, жұмысты бастамай тұрып, тұмарларыңызға қараңыздаршы. Сонда жасыл қол, сары қол, қызыл қол деген тұр, көрдіңдер ме? Иә, сол бойынша топқа топталып алайық. Жасыл, қызыл, сары. Жасыл, сары. Қолданғандай ма? Балалар, біз топқа бөлдік қой, енді мынадай бізде тақырыпта жаңа мынадай сөздер бар, терморецепторлар. Сіздер осыны қазір 1 минут уақыт беріп түсіндіріңіздер, және бұл топтарыңыздың аты болсын арнайы. Сіздерге механорецепторлар, сіздерге ноцецепторлар деген сөзді терминді маған түсіндіріп берсеңіздер. Бірінші топ айта қойып. Терморецептор деген қандай термин екен? Қошқарлықтардың өзгеруі, температурасының өзгеруі. Сондай рецептор, иә? Сіздер екінші топ. Механорецепторлар кез келген механикалық әсерге жауап беретін рецепторлар. Олар соғылу, сығылу және қысымға әсер ету болуы мүмкін. Негізінен механорецепторлар көзі көрмейтін адамдарда жақсама. Иә, жақсы. Не? Ноцецепторлар. Бір ғалымдардың айтуынша, бұл ауырлық сезімді қабылдайды, ал кейбір ғалымдардың айтуынша бұл механорецепторға ұқсас. Осы терминдерді жазып алайық, дәптерімізге. Терморецепторлар деген қоршаған ортаны жазып алайық, балалар.
үш терминді дәптерімізге жазып аламыз. Қазір сіздер осы терминдермен жұмыс істейтін боласыздар ары қарай. Сіздер термин сөздермен таныс болсаңыздар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерін, енді сіздер мәтіндегі ақпаратты игеруге 5 минут уақыт бөлейік, мәтінді оқып шығайық. Енді оқып болсаңдар, мәтінмен танысып болсаңдар, сендерге бір топтық тапсырма ұсынамын, иә? Қазір осы мәтіндегі жалпы ең негізгі деген маңызды ақпараттарды қысқа да нұсқа, сөз тіркесі, сөз, енді ары кетсе бір сөйлем түрінде мына қағазға жазамыз. Әр қағазға бір ақпарат, иә? Әр қағазға бір ақпарат. Қай топ ең көп жазады, сол топ бірінші өздерінің жұмысын, нәтижесін осы жерде көрсететін болады. Сосын кейін топ жетекшісін белгіледіңдер ғой, иә? Енді топ жетекшісі өздері жұмыс жасау керек, иә, білесіңдер. Сіздер топтарыңызда оқушылардың еңбегін бағалайсыздар. Бағалаған кезде нұртас нақты бағалаңдар, иә? Кәдімгідей адал бағалаңдар, артынан реніш тумасын. Мынадай дескрипторлар негізінде, критериялар негізінде мынадай дескрипторлар құрылды. Егер де мәтіндегі ақпаратты анықтап барлығын жазып, қысқа да нұсқа талқылауға белсенді қатысып отырса, ол балаға 3 тұмар бересіздер, иә, топ жетекшілері. Егер де енді жұмысы жеткіліксіз болса, 2 тұмар беруге болады. Ал тек белсенді болса, немесе тек қана бір жаңағы кішкене ғана көмектессе топтық жұмысқа, онда 1 тұмар беруге болады. Осылай топ жетекшілері соңында әділ бағаланған, жарай ма? Ал қазір мен мынандай қағаз таратып беремін, соған ең маңызды деген ақпараттарды жазатын боламыз. Уақыт болды, енді біз қаламсамызды қоямыз, жазуды аяқтап санаймыз. Сіздер қанша ақпарат жаздыңыздар осы мәтін үшін? Сіздерде қанша, сіздерде қанша санайды, иә? Жиырма рецепторлар тобында нешеу? 18 сіздер, онда сіздер топтарыңызды бастайтын болғадан келіп оқып мына жерге жапсырамыз, иә? Сосын кейін балалар, мына жерде қайталанған ақпараттарды, иә? Қайталанған ақпараттарды өзімізден алып тастап отырамыз. Білесіздер ғой, иә? Мына жаққа екеуміз сұрағылар. Балалар, мұқият тыңдаймыз, иә? Қандай ақпараттар қайталанады, оны алып тастаймыз. Рецепторлар ауруды жақсы сезеді. Өз жақсы, рецепторлар көзі көрмейтін адамдарда жақсы дамалады. Рецепторлар мен тек теріде емес, одан тыс жерлерде болады. Кері суықта қарауында ыстықты жақсы сезеді. Егер тамақ өте ыстық болса, онда температурада басқа ауырсынуды сеземіз. Ауруларды үлкен ми сыңғырлары қабылдайды. Ауырсынуды, иә?
Адам көзі жұмулы болса да сіңірлерде болатын рецепторлар арқылы өзінің отырғанын тұқтырғанын сезе алады. Теріден тыс рецепторлар олар буын бұлшық етінің кейбір сілемейлі қабықшалар және басқа да мүшелерді кездеседі. Ноцицепторлар механорецепторларға жақын болып табылады. Қысымда қабылдайтын рецепторлар бірдей емес. Механорецепторлар жанасудан пайда болған сезімді қабылдайды. Балалар қайталанғанын алып отырмыз ба? Иә. Терморецепторлар қоршаған орта температурасын өзгергенде жауап береді. Құрылыстың атқаратын қызметіне байланысты кейбір рецепторлар әртүрлі болады. Сергендіргішке жауап беруіне қарай рецепторлар үшке бөлінеді. Сергендіргішке жауап беруіне қарай рецепторларды терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар деп бөледі. Механорецепторлар кез келген механикалық әсерге жауап береді. Теріден тыс рецепторлар буын, бұлшық ет сіңірлерде кездеседі. Теріде орналасқан жоғары температураға жауап беретін рецепторлар суыққа жауап беретін рецепторларға қарағанда көп болады. Міне осындай ақпараттар мен таныстырды, бізде отырағанда. Рахмет. Қол шапалақтар қойып жолдар. Енді сіздер қайталанған ақпараттарды алып тастасаңыздар, сіздерде аз қалуға тиіс, иә? Қанша қалды? 5 қалды сіздерде? Неше қалды? 10 қалды сіздерде? Неше қалды? Қайталанғанын алып тастаңыз, қайталанғандарды алып тастаңыз. Қайталанған ақпараттарды. Неше қалды? Аян? 8, 9. 9 қалды. Сіздерде 10 қалды. Келе қалды. Қайталанғанын алып тастаңыз, иә? Қайталанған ақпараттарды. Тіркенгішті қабылдайтын 4 түрлі рецепторлар болады. Тіркенгішті қабылдайтын рецепторлардың түрлері. Біріншісі жанасу, екіншісі ауырлық сезіну, үшіншісі суық сезіну, төртіншісі жылы сезіну. Егер де тамақ өте ыстық болса, онда температураның басқа ауытқуды сеземіз. Ол қайталанды, иә? Қайталанған. Сонымен бірге өңеш арқылы өткен сүйек тамақтың ыстық немесе суық екенін де сезе аламыз. Теріден тыс рецепторлар температураны, ауруды және жанасу мен қысымды қабылдайды. Механорецепторлар кез келген механикалық әсерге жауап беретін рецепторлар. Механорецепторлар негізінен жанасуда пайда болатын сезімді қабылдайды. Механорецепторлар адам денесінде сезіну мүшелерінде орналасатын рецепторлар тобы бар. Тері рецепторлары әртүрлі рецепторлардың көмегімен пайда болады. Механорецепторлар терінің беткі қабатында орналасқан рецепторлар жеңіл жанасуды қабылдайды. Жақсы, балалар. Қол шапалақтар қояйын, иә? Сіздерде неше қалды? 5 келе қойыңдар, иә? Қайталанбау керек, иә? Теріді беткі қабатындағы орналасқан рецепторлар жедел жанасуды Ол қайталанып кетті, жаңа болды. Беткі қабатындағы жеңілірек. Олар жазба сөздерді механорецепторлар көмегімен қабылдайды. Иә, кімдер қабылдайды? Механорецепторлар көмегімен. Жанасу болады. Көз көрмейтін адамдар, иә? Көз көрмейтін адамдар қабылдайды. Теріден тыс рецепторлар буында болады. Жақсы, иә. Тек буында ғана емес, сіңірде, басқа Теріден тыс рецепторлар сіңірлерде болады. Иә. Теріден тыс рецепторлар бұлшықеттерде болады. Иә. Сөйтіп көбейтіп қойдық деші, ақпаратты. Жақсы балалар, жұмыстарың үшін рахмет. Топ жетекшілері өз топтарыңыздағы балаларға бағасын беріп кетіңіздер, иә? Арзен түрде.
кетіңіздер, иә? Келесі балалар бізде. Шаршадыңыздар ма балалар? Жоқ. Шаршадыңыздар. Кішкене сергіп алайық, иә? Кішкене ойын ойнап, біз сергіп алайық. Қазір түсіндірем ойынды. Өзім балалар. Жаңа дескрипторларды бағалау критерийіндегі есепке аламыз, иә, балалар? Балалар, біз енді шерістіру сәтін жасап жіберейік, кішкене бір жағынан білімімізді кішкене толықтырайық, иә, қайталайық. Бұл ойынның ережесі былай. Бөлменің әр жерінде көз, тіл, құлақ, саусақ және мынада мұрын тұр, иә? Көріп отырсыздар ғой, иә? Әртүрлі сезім, 5 сезім мүшесі бар. Мен қазір сурет көрінеді экраннан. Сол экрандағы сурет сынып бөлмесінде ілінген қай суретке сәйкес келсе, сол суреттің тұсына жүгіріп барып, қолымызды қоямыз. Бұл бізде жұптық тапсырма балалар. Жұпты біз былай орындаймыз. Қазір жұпқа бірігіп алыңдар, иә? Тұмарларының артын қарасаңдар, мындай артын қарасаңдар цифр тұр, иә? 1 деген сан тұр, иә? 3 болса тағы 3 деген баланы іздей ғой. Екеуі жұп болып қол ұстасаңдар. 5 қол ұстасаңыз, сол қол ұстасыз. Қолыңызды жазған күйі жаңағы сезім мүшелеріне жүгіріп барамыз, иә? Оны ұстатыңдар, ешкетіңізде сандар, иә, балалар? Ал бірінші суретте ал 1, 3 ортаға қайтадан қайтып келеміз. Қолымызбен сүйрейміз. Сендер бірінші әрекетіңдер, иә? Бұл не балалар? Қай мүшемізбен сеземіз? Келесі. Қолдау. Келесі. Бал. Келесі. Лимон. Жақсы балалар, аяқталды. Кішкене лимон қағашасыздар, енді арқада жүргізді. Балалар, бізде бүгін зертханалық жұмыс, бүгін сабағымызда. Сол зертханалық жұмысымыздың тақырыбы теріні сезімталдығын зерттеу, оқулықтардың 259 бетінде тұр. Бұл жерде сіздер нұсқаулық берілген, ол жерде де нұсқаулық берілген, сол нұсқаулық бойынша мынадай жұмыстарды орындайтын боласыздар. Қолдарыңыздың сыртындағы және алақандағы қандай сезім рецепторлары орналасқан, соны анықтайтын боласыздар, иә? Оны анықтау үшін сіздерге мынандай не таратамыз, әрқайсыңызға қолдың сырты және іші. Сосын мынандай сезімтал рецепторды білу үшін әрқайсыңызға 2-ден күш палочка таратамыз. Сосын сіздер көздеріңізді жұптық жұмыс, жаңағы жұптарыңызбен отырасыздар қазір, иә? Жаңағы жұптастыңыздар ғой, сол жұппен жасайсыздар. Сол жұп, бір жұп екеуіңіз орындайсыздар. Қазір айтып олайын, ережесін. Жұп, бір оқушы көзін жұмады, жұмып отырады, ашпайды. Екінші бала қолының қай жерлерінде рецепторлар көп екенін анықтау керек. Ол үшін 2 таяқшаны алып, әр жер бөлігін түртесіңдер. Өзі бірнеше бөлігі бар, иә? Саусақтары, алақан, сосын қолдың сырты деген бөліктер бар. Сол бөліктерге тигізесіздер да неше көзін жұмып, бала неше таяқша тигенін айту керек, иә? Егер де бір таяқша
2 таяқша тиіп тұрғанда 1 таяқша тисе, ол жерде анықтай алмады деген сөз, иә? Ол жердегі рецепторлар жоқ деген сөз. Егер де таяқшаның арасын ашып көріңдер арасында, 2 деп, арасын жақындатып көріңдер, 1, 2 деп қайшысын анықтады. Сол жерлерге қызыл маркермен қай жерде рецепторлар анықталды, дұрыс анықталды, ол жерді сіздер қызыл маркермен белгілейсіздер, иә? Саусақтың әр бөлігін қызыл маркермен белгілейсіздер. Маркер алдыларыңызда бар. Ал егер де қай жерлерде бала қателесті, яғни ол жерде рецепторлар аз болса, ол жерді көк маркермен белгілейтін боласыздар. Сосын қай бөлігінде осы үлескелер көп, қай бөлігінде аз екенін анықтауларыңыз керек. Ал тіске сәт. Sizlikinde kızım benim. Белгілерді бастаңыздар, иә? Анықтап болсаңыздар. Жұмыстарымды аяқтасақ, қорытынды жазыңдар ғой, иә? Ал Жанәділ айта ғой жұмысымды. Не деп қорытындыладыңыз? Не ұға алдың, не? Мен бүгінгі сабағымда қолымның сыртқы бөлігі сезбеді, ал саусақ ұштары сезді. Ал ішкі жағы алақан жақтан ортасы да, саусақ ұштары да барлық жер сезді. Сезімтал жоғары болды, иә? Сезімтал. Жақсы балалар, иә, рахмет. Енді зертханалық жұмыстарымды жұптар бір-бірін бағалайды, иә? Тұмарды жылжыту арқылы жұптар бір-бірі бағалайды. Ең жоғарғы ұпай және бір ұпай, бір тұмар. Осы сабақтағы білімімізді қорытындылау ретінде бір тест тапсырмаларын дайындаған болатын. Сол тест тапсырмаларын тапсырайық, иә, мына раунд платформасында. Соткаларымыз дайын болса, ең жіберген сілтеме арқылы өтейік. Отыру керек, иә, балалар? Возьми, пожалуйста. Muhaliflik oldu. Al sen.
сұраққа жауап берген Каусар, иә, одан кейін Аян, сосын Айғаным. Жақсы балалар, біз енді бағалап қойдық. 5 сұраққа жауап берген бізде Каусар, Аян, Айғаным, Жанады, иә? Каусар, Аян. Каусар, Айым, Аян, Айғаным, сон Жанады, иә? Каусар, Аян, Жанады, Айғаным. Ал 4 сұраққа жауап берген бізде қалғанымыз 4 сұрақ. Нұргел саған не болды? Бірақ сұраққа жауап берген. Келесі бізде 4 сұраққа жауап берген Нұргелді, Айзада, Мағжан, иә. Мағжан, Айзада, Нұргелді. Нұртас бірақ сұраққа жауап берген. Ой, мен Нұрик тұрған мен ғой. Жақсы, иә, онда басқа. Енді сабағымыз балалар бүгінгі тері рецепторлар туралы барлық білімді алдыңдар ғой деп ойлаймын. Зертханалық жұмысты да орындадыңдар. Бүгінгі жұмыстарың үшін рахмет. Бүгінгі бағаларым Жанаділ, Аян, Айғаным, Каусар өте жақсы. Мағжан, Айзада, Нұргелді, Нұртас жақсы. Ұлпан, Айым, кішкене әлде білімдеріңді жетілдіру керек, иә, сендерге. Жақсы балалар, енді бізде мынандай кері байланыс беріп кетсеңдер, үйде тапсырма жазып алып, мынандай кері байланыс беріп кетсеңдер екен сабаққа. Бүгінгі сабақ қалай өтті деген сабаққа. Сосын балалар күнделіктерімізді ашамыз. Мына 125-ші беттегі